Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге керек кеңес каналы. Бұл видеода мен сіздерге қолдың сармайының адам ағзасына пайдасы туралы айтқым келіп отыр. Осы майды өзім күнделікті жасап, күнделікті тұтынсам да, оның бойындағы дәрумендердің біздің сыртқы келбетімізге, ағзамызға қаншалықты пайдасы бар екенін біле бермейді екем. Міне соны оқып білгеннен кейін, сол білгенімен сіздерге бөлісуді жөн көрдім. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Жалпы сармай күнделікті кез келген адамның күнделікті тамақ рационының бір бөлігі. Сармай калорияға өте бай. Сармайдағы холестериннен қорқып, оны өсімдік майымен алмастырған жандар неден қорғалады? Сармай тарихтан бері ата-бабамыз күнделікті тұрмыста қолданып келе жатқан қоректі, қуаты мол, шипалық қасиеті зор, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан қасиетті азықтардың бірі. Сармай сүт майының концентранты болып табылады. Ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті суық кезеңде өте пайдалы. Сармай қолдану тыныс алу мүшелерін сырқаттан сақтап, іш қатқанға таптырмас ем. Иммунитетімізді көтеру үшін, әсіресе суық маусымда 60-70 грамм күнделікті май тұтынғанымыз дұрыс. Адам денесінде қан қоюлық байқалса, таңертеңгі аста сармайды қалыпты деңгейде тұтынса, денедегі қан түйіршіктерін ыдыратып жібереді екен. Сармайды үздіксіз тұтыну қан қоюлық ауруының алдын алып, несеп ауруына ем болатын шипалы дәрі есептелінген. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Сармайдағы А, Д, Е2 дәрумендері терінің жұмсақтығы мен шаштың әдемілігін, тырнақтың саулығына үлкен әсер етеді екен. Жалпы сармай алжудың алдын алады. Сармайдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға, ақыл мен ой өріске зиянын тигізуі мүмкін. Ата-бабаларымыз сармайды жеп қана қоймай, оны шайға, суға салып ішкен және өте дұрыс жасаған. Холестерин ұғымын бұрыннан бері зиян деп санаймыз, бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте керек екен. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін сармайды күніне 30 грамм шамасында қабылдағанымыз дұрыс екен. Әзірге осы айтқан кеңестерім сіздерге қажеттеріңізге асып жатса, өте қуаныштымын. Және де жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Келесі видеоларда басқа да керекті кеңестермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.